Мақта қыз. Сау бол, Томпақ. Томпақ ауырып қалды. Сен оған тәттілер алып келдің бе? Мақта. Ауырып жатқанда тәтті жеген зиян ғой. Оданша Томпаққа дәрі беріп көрейік. Жарайды. Süt? Yey! Süt dökelim süt. Süt dökelim süt. Süt dökelim süt. Томпақ! Саған тұруға болмайды. Ботқа жеймін дейсің бе? Қазір әкелем. Ботқа дайын. Асың дәмді болсын. Жазылып қалдың ба? Томпақ әлі ауырып жатқан сияқты. Томпақ ауырмашы. Мақта, Томпаққа кішкентай қоңырауды берсеңші. Я, міне. Томпақ, саған Мақтаның көмегі керек болса, қоңырауды басып шақыр. Керек болсам айтарсың. Томпақ, не болды? Тағы да сүт пе? Ау. Сәлем, Тиме. Қара, Мақта, сен Томпаққа алып келген тәттілерді біреу жеген сияқты. Саққұлақ. Томпақ. Сонда Томпақ ауырған сыңай танытып қана жатыр ма? Ай, өтірікші мысық. Мақта, ашуыңды баса ғой. Онда екеуміз Томпаққа барып. Томпақ? Ой, бозарып кетіпсің ғой. Кел, қызуыңды өлшейік. Ой, Сұмдық, Томпақ, сенің қызуың өте жоғары. Біз сені дереу емдеуіміз керек. Енді не істейміз, Тиме? Табылған ақыл.
Қорықпа. Ауырмайды. Тоқта дедім саған, Томпақ. Өтірік ауырғанды саған көрсетейін. Мә! Не дейсің, Томпақ? Өтірік ауырғаныңды мойындайсың ба? Балалар, бұндай айлакерге қандай жаза қолдануға болады? Мен білемін.